Қауіпсіз мектеп сапалы білімнің негізі. Айша, қалай ойлайсың? Жоғары сынып оқушысы болу деген не? Бұл сенің енді жасөспірім емес, дербес шешім қабылдай алатын адам екеніңді білдіреді. Ал үлкендер өз әрекеттеріне жауап береді. Жоғары сынып оқушысы болу дегеніміз, бұл кіші сынып оқушыларына өз мінезіңмен, тәртібіңмен, оқумен, іс-әрекетің арқылы үлгі көрсету. Айша, сен мектептегі қауіпсіздікке қалай әсер ете аласың? Ең алдымен өзіңнің жүріс-тұрысыңмен, қақтығыс тудырмау, буллингке қатыспау, біреуге қиын болса үнсіз қалмау арқылы көмектесе әсер ете аламын. Егер біреуді мазақтап жатса, тоқтатуға тырыс. Не болмаса мұғалімге айт. Жай қарап тұрудың өзі де жауапкершілік, бұрылып кетпе. Ал әлеуметтік желіде ше, оның мектепке қатысы жоқ қой. Қатысы бар, желіде біреуді мазақтасаң, бұл да сыныптың атмосферасына әсер етеді. Желідегі сөздер де қару. Ол біреуді қорғауы да, ренжітуі де мүмкін. Сондықтан ойланып жаз. Айша, мектепте жүрудің қандай нақты ережелері бар? Әрине, мектепке қауіпті заттар әкелме, қалжың түрінде қорқытулар жасама. Өзгелердің шекарасын құрметте, физикалық та, моральдық та. Кішілер мен қатарластарыңа құрметпен қара. Сен үлгісің. Егер сен дөрекі болсаң, басқалар да соны қайталайды. Сабақ кестесі мен мектеп тәртібін сақта. Баспалдақта жүгірме, дүрбелең туғызба. Мұғалімдерді тыңда. Егер өзің бірдеңе бүлдіріп қойсаңшы, қателессең. Жауапкершілік деген қателеспеу емес. Бұл қателессең, сол қателікті қайталамауға тырысу. Мойында, кешірім сұрау әлсіздік емес, бұл ерлік. Айша, бұл ережелердің бәрін не үшін білуім керек? Себебі сен оқушысың, әрі сенің әрекеттерің маңызды. Қауіпсіз мектеп бұл тек бейнекамералар мен күзет емес, бұл атмосфера. Қауіпсіз мектеп сенен басталады. Сенің таңдауыңнан, сенің сөздеріңнен, сенің әрекетіңнен. Жауапкершілік бұл сенің суперқуатың.